Қайырлы күн, жақсыларым. Арнамызға жазылып алыңыздар. Мөлдір Мұқанованың тойынан кейін Тұрсынбек Қабатов баласының туған күнімен құттықтап отбасына келді. Мөлдір Мұқанова кейбір деректерде сұхбат берді. Ол кісі: мен тек өз басымнан өткен жағдайды ғана айтып өттім. Еркектерге қарсы шықсын, әйелдер мен еркектерге бөлінсін деген арам ниет болған жоқ. Отбасылық мәселелерді хайп үшін, не болмаса касса жинау үшін, не болмаса халықты дүр сілкіндіру деген оймен жасаған жоқпын. Осы сұхбатты берер алдын Тұрсынбек мырзаға хабарласып, ол кісінің ойын білгім келді, бірақ ол кісіне жауап болған жоқ. Айтқандарымның барлығы шын, барлығы рас болғандықтан өкінетін ештеңе жоқ. Керісінше айтуым керек еді деген сәттер болды, деп Мөлдір Мұқанова сұхбат берген болатын. Адамның қолынан келеді екен. Мен қатты бір уайымдағам, қалай болады бұл бес баланы мен қалай асырай аламын ба, қалай болады деп. Уайымдайсың ғой, әйел адамбыз, нәзікпіз, кішкене әлсізбіз. Бірақ Алла тағала ол басқаша бір күш қуатты бойына жібереді екен. Қорықпа, сен де алға басасың, қолдан бәрі келеді деген сияқты. Мен өзім шынымен ойламаппын. Біздің қазір өмір сүру салтымыз одан сайын жақсы болып кеткен сияқты ма, білмеймін. Позитивпен, шетелдерді бір айда екі бөлек. Өзеңдегімен Ауди, ата-ана ретінде біз ойлаған дүниеден де асып түсетін, таңғалдыратын нәрсе жасап жатсың біз үшін. Қатты жақсы көремін мен сені. Кеше Дубайға бардық қой, диплом алып кетуге. Кәдімгі мен Қазақстанда қақшай өзімше болып, менсінбей алға кетіп жүремін ғой. А Дубайда наоборот, сұйқым. Демалып деген тапса бәрі шешіп анда жерде білмеймін. Не қандай қыз дүниеге әкелгем деп, Алла тағалам деймін, тәуба шүкір деймін. Осындай Алла тағала жаңағы шүкір айтамын бергені деген сөз бар ғой әннің ішінде. Сансыз шүкіршіліктер. Алла тағала осы бес баламды дүниеге әкелуге бұйырған, және де бес баланы әкелген мен әлемдегі ең бақытты анамын. Әдемі еш нәрсе сұрамайды екен өмірде. Маған ананы алып бер, мына жаққа барғым келеді, мынандай көргім келеді немесе деген сияқты. Тыныш қана кәдімгі үйдің бөпесінің бірі, әке-шешесін тыңдайтын, тыныш қана үйдің үлкені. Мен білмеппін, әдемі қатты сол нәрсені аңсап жүргенін осыны атпаймын. Өткенде бір сырласып, шай ішіп отырып қалған кезде айтып қалып, осындай көлік мінгім келеді деген сияқты. Сөйтіп, әдемі шынымен қатты мінгім жүрмін, мен сені қалай байқамадым деп ойлап айттым да, мама, мен енді айта алмай жүрген болатын, қатты сені хочу машину деді. Содан көп ұзатпай бардым, таза өз еңбегіммен Ауди А7. Адамның қолынан келеді екен. Мен қатты бір уайымдағам, қалай болады бұл бес баланы мен қалай асырай аламын ба, қалай болады деп. Уайымдайсың ғой, әйел адамбыз, нәзікпіз, кішкене әлсізбіз. Бірақ Алла тағала ол басқаша бір күш қуатты бойына жібереді екен. Қорықпа, сен де алға басасың, қолдан бәрі келеді деген сияқты. Мен өзім шынымен ойламаппын. Біздің қазір өмір сүру салтымыз одан сайын жақсы болып кеткен сияқты ма, білмеймін. Позитивпен, шетелдерді бір айда екі бөлек. Қайырлы кеш, қонақтар. Біріншіден мама айтқым келеді. Мен сізді қатты жақсы көремін. Сіз сенің керемет анасыз. Мен үлкен ер адам болғанда сізге бәрін жазып беремін, уәде беремін. Сосын Райымбек, әдемі, мен сіздерді құттықтаймын. Қонақтарға келген көп рахмет. Мен мамаға үлкен рахмет айтқым келген. Себебі мама всегда рядом, мама нас поддерживает, бізбен бірге, бізге мотивация береді любой кезде. Әдемі, Айым, Райымбек, мен сіздерді құттықтаймын. Әдемі вот универ закончила. Я прям өскенде, в будущем, дальнейшем атақты актриса болды, чтобы своих целей могла добить. Райымбек уже официально школьник. Рахмет, сіздерді өте қатты жақсы көремін. Мамам сізге рахмет, сіздер қасымызда жүресіз. Я вас очень сильно люблю. То, что қасыңызда жүресіз, осылай забалып жүрсіз. Ешқандай қиындықты бізге көрсетпейсіз. Тихонько жылап аласыз, бізге көрсетпейсіз. Бірақ та енді бізді сеземіз, сіздің балаларыңыз. Мен сізді өте қатты жақсы көремін, осы сіздің бәрі еңбегіңіз. Рахмет, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Я прям очень сильно их люблю. За то, что они мені қолдап жүр. Любой қиындық болған кезде бір-бірімізбен сырласып, әңгіме соғып, сол кезде ішімізден
успокаиваться. Вот, әдемі сен нағыз сестра деген нәрсені көрсете алдың, реально. Хоть документпен болсын, енді екінші анам болғандай болды. Осы кішкентай кезімнен бері сен мен осылай, даже бақыттың 4 жаста болғанда мен сені өте қатты жақсы көремін, мам, сіз осының бәрін қатты жақсы көремін. Актриса, вообще артистка, вообще, ты вообще супер. У тебя талант с рождения. Я тебя сильно люблю. Шын мәнінде үлкен тебірентетін сәтте, қуанышты сәтінде қасымнан табылғандарыңызға мың алғыс. Нағыз жақсы көретін жандарымның жиналған күні бүгін. Шын мәнінде рахмет айтудан шаршамаймын. Дәл қазіргі уақытта ең қымбат дүние ол ақшадан да қымбат, бриллианттан да қымбат. Ол бізде уақыт. Алтын уақыттарыңызды бөліп, қасынан табылып, қуанышымды бөлісуге келдіңіздер. Қадамдарыңызға гүл бітсін, әр шаңырақта той болсын. Енді әдемі сөз бар. Ананың тілеген тілегі, дұғасы қайтарусыз орындалады дейді. Бүгін ананың әдемі қуанатын күні деп ойлаймын. Ананың балаларына деген махаббатының белгісі деп ойлаймын. Бүгінгі күнді мен ұзақ күттім. Дәл осы сәтте бір уақытта келіп қалған екен. Әдемінің дипломы, айымның мектепті аяқтағаны және Райымбек балаларыңыздың сүндеті. Сондықтан да бұл жерде менің 5 баламның айару қазір шетелге дайындалып жатыр. Ұстазы қаталдау жібермей қалды, біраздан кейін келеді. 5 баламның анасы мен ғана емес, құрметті әдемі Нұриман, айым, Райымбек, айару, сендерде Аллаға шүкір. Әке де көп, ана да көп. Барлықтарыңыз анадай, әкедей тілек шеккендеріңізді білемін. Рахмет жандарым сол. Той құтты болсын. Бүгін еркін формат, қатып қалған қағида, ереже заңдылық жоқ. Кірем десеңіздер, кіріңіздер, шығам десеңіздер, шығыңыздар, билеңіздер, шаттаныңыздар. Ешкімді жаңағы міндеттемейді, биле, ән айт, отыр, тұр деп айтпайды. Бүгін өзіміздің шаңырағымызда, өзіміздің той деп қараңыздар, достар. Құрметті ағалар, апалар, інілер, сіңілдерім, барлықтарыңызды жеке дара жақсы көремін, жүрегімде орындарыңыз бар. Бүгін ешқандай ұялмай, қысылмай, рахаттанып, демалайық, шаттанайық, қуанайық. Қош келдіңіздер.